Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, тыңдармандар, әріптестер. Батыр ер қорғаны атты танымды әңгімемізді назарларыңызға ұсынамыз. Ел тағдырын бәрінен биік қойған, ұлттық тұтастығын, жерінің бүтіндігін мұрат еткен қазақ батырлары қазақ тарихының әрбір белесінде тұлғалық деңгейге көтеріліп отырған. Яғни олар ұлттық тұлға болған. Осы ұлттық тұлға тұғырынан көтеріліп, атамызға айналған, тарихта есімдері қалған сан мыңдаған батырлар бар. Солардың бірі қазақтың қас батыры, қолбасшысы Жалайыр Орақты батыр туралы айтып өтсек. Ұлы қазақ халқының тарихы мен шежіресінде де Орақты батыр туралы оның өрім бұтақтары хатталған. 13 ата ұлы жүздің шежіресінде Жалайырдың ноқтағасы екендігі жазылған. Орақты батыр туралы халық жадында жазылып, ұрпақтан ұрпаққа жеткен, ел аузынан алып, қағазға түсірген жыр аңыздарды тыңдап, немесе оқып отырсаңыз, елім жерім деп еңіреген, қызғышының қырағылығын көксеген алып тұлға көз алдымызға елестейді. Бұл күндері туғанына 600 жыл болатын қас батыр Орақты ел іргесінің сөгілмеуінен, ұлт пен ұлыстықтың татулығын көксеген батырымыз алып емен болса, біз оның бұтақтары мен жапырақтары екенімізді ұмытпай, ұлтымызды, салт дәстүрімізді жалғастырып, күшімізді біріктіріп, бірлігімізді нығайтпасақ, құр сөзбен ешбір ынта болмайды. 15 ғасырда өмір сүрген Орақты қаһарман батырды бейнелеу жырларында оның ру тайпасының көсемі, алысқанды алып соғар, белдескеннің белін үзген, құралайды көзге атқан қас дұшпанды ат үстінде құлатқандығы туралы талай ақын жырлаулардың өлеңдерінде кездеседі. Қазақтың әрбір баһадүр батыры халқына, отанына ортақ, олардың бірігіп бөле жармай бағалайық, ұлықтайық. Ру тайпаға бөлінбей ағайын. Батырлардың аруағын сыйлаған елдің рухы азбайды, дәстүрлері де тозбайды деген халық сөзі осындайдан қалған болар шамасы ағайын. Замандар өтер, ұрпақтар алмасар. Бірақ қазақтың аға тайпасы, ұлы жүздің ноқтағасы, 13 ата тараған таңбалы Жалайырдың ноқтағасы атанған қасиетті Орақты батырдың есімі мәңгі қазақ халқымен бірге өмір сүре бермек. Назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет.